Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы «Мен дүкенге барамын». Бірінші тапсырма. Тыңдаймыз, қайталаймыз. Сен қайда барасың? Дүкенде не бар? Қайтала. Сен қайда барасың? Дүкенде не бар? Ал балалар, енді сұраққа жауап береміз. Сен қайда барасың? Мен дүкенге барамын. Дүкенде не бар? Дүкенде ойыншықтар бар. Екінші тапсырма. Дүкенде. Тыңда, қайтала. Маған қуыршақ беріңізші. Міне, ал. Қайталаймыз. Маған қуыршақ беріңізші. Міне, ал. Үшінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Қанекей балалар, барлығымыз сұраққа жауап берейік. Мынау не? Бұл қуыршақ. Бұл ұшақ. Бұл доп. Бұл Рубик текшесі. Төртінші тапсырма. Сұраққа жауап бер, суретін сал. Сен не аласың? Ал балалар, сұраққа жауап берейік та. Мына бос кеңістікке алатын затымыздың суретін салайық. Ал балалар, шаршаған шығармыз, онда бір жаттығу жасап серігіп алайық. Кел балалар, тұрайық, ала қанды соғайық. Бір отырып, бір тұрып, біз тынығып алайық. Бас аяқпен топ, 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 шапалақпен хоп, хоп, хоп. Бір оңға, бір солға, өзім-дөзім айнала.